Қайырлы күн, құс-сүйер қауым, козоводство. Бүгін көптен видео түсірмегесін, қазір видео түсіргім келіп кетті. Видео түсіріп жатырмын. Менің құстарым далада жүр, әлі ішке еткен жоқпыз. Кешке қамап қоямыз әрине, бірақ далада жүреді. Шарбақта мынау шұқып шөп жеп жақсы болды. Жаздай шөп жеді, жемге де эконом болды. Андасында бидай берем, жұмыртқаларын берді, басқаны басты, баспағаны жүрді қыдырып, анау шарбақта бәрі жүр. Мынау менің Люскам менен Ақпанбайым. Бұған дейін Ақпанбайды көрсеттім. 11 февральда туған Ақпанбай, бір айлық кезінде сатып алдым. Бұл текені Альпи, таза Альпи деді. Мына шыбышты, екі шыбыш Маруськам мен Люскамды қыста 6 айлығында сатып алдым. Содан қазір бұл Люскам қысыр қалды да, Маруськам туды. Шілдеде, июльде туды, еркек лақ туды. Заненнен қашырдым, занен текеден еркек лақ туды. Сон бір себептерменен оны лағменен сатып жібердім де, мынау Люскам қысыр қалған, қазір қалды. Енді соны Альпимен жатыстырғым келеді. Енді мүмкіндік болса ғой, бұда бір Алланың қолында, что-то қашпай тұр, білмеймін қай уақытта қашады, күзде қашады дейді. Енді әлі күз тек енді басталып жатыр ғой. Міне менің осындай болды. Ақпанбайым қазір 7 айдың шамасы. Енді ноябрлерде 9 ай болады, сол кезде нормальный болатын сияқтау деп тұрмын. Айтуына қарағанда, мына YouTube каналдардан қарап жатырмын, информация алып жатырмын, жинап жатырмын. Соған мына Ақпанбай еркегі теке қазір енді бұлай секіріп жүр, бірақ секіргенменен әлі жастау дейді. 9 ай 10 айына қарай жақсы болады деп сүйдеді. Сонымен ноябрлерде сол шама болады. Мына текем менің Альпиім. Міне қарап тұр, Ақпанбай десең шауып келеді. Ақпанбай деп қойдық енді, ақпанда туғасын. Мынау Люскам енді июльде жасқа толды. Қазір жастан кетті. Бұл июль, август, сентябрь, жаста 2-3 айдың шамасы енді қазір. Мен бір 6 айлық кезінде қыста былтыр сатып алғам. 2 шыбышты ұрғашы. Енді Маруськамның туған түсірдім, бірақ сөйлеуге о жерде шама болмады. Бірінші рет жаңағыдай туғасын, бірінші рет неткесін, қолымда бірінші рет туды. Енді бұны мен санап жүрдім, айттым. Маруськам деген, ешкі деген 150-155 күн көтереді дейді. Жаңағы менің Маруськам, точный күнін санағанда 148 күні туды. 142 күні мен түсірдім, біртүрлі болып тұрды, ештеңе жемей, жерді тепкілеп, сондай біртүрлі болып тұрды. Бірақ 148 күні 22 шілдеде туды. Соны специально есептеп жүрдім. Және айтқандар бар, күні асып кетсе, есептеп жүрген күніңізден асып кетсе, еркек туады, жетпей туса, ұрғаш туады деп. Бірақ ол айтқанда болмады. Еркек лақ туды, 148 күні еркек лақ туды. Шілдебайчик деп ат қойып, оның да басында емізіп, кішкене одан 800 граммға дейін сүтін алдым, саудым. Енді қазір сатып жібердім, осы жақында сатып жібердім. Осы ауылымызда біреу алып кетті. Енді мынау Люскамды мына текеден қашырғым келеді. Бұл теке 4 егіздің тұқымы дейді Альпи. Шешесі 4 егіз тапқан, әкесі де 4 егіз таптырған. Сондай тұқым деп берген. Енді осы Альпиден қашырғым келеді, қандай болатынын көргім келеді. Әрине сіздермен бірге. Қазір мына жем жеп жатыр енді. Таңертең сұлы берем, кебекпен кукуруз араластырып берем кейде. Кукуруз уатылған. Түс қайта осындай жем берем. Картоптың қабығы, капусты, жуа, анау-мынау бонеккендерді. Сосын шөп жеп тұрады, енді шаруаққа байлап қоям. Шөп жеп тұрады. Ал сау саламатта болыңыздар. Бар айтпағым болса, аман болайық, бағым көбейе берсін, берекесін берсін, тыныштық заман болсын.